Сонымен бұл сабақта біз баланың ерте жаста дамыту, тұжырымдамаларына, жалпы концепцияларына тоқталатын боламыз. Өздеріңіз білетіндей, қазір қоғамда неше түрлі ұсыныстар бар. Сұраныс болғаннан ұсыныс міндетті түрде болады. Әсіресе мынау 90 жылдары белгілі бір деңгейде қатты бір тәрбиенің тәсілдерін көрмей өскен ұрпақ қазір өзі ата-ана болып бір қажеттілік сезінеді. Ал осы бір қажеттілікті нарық болғаннан кейін жақсы бір деңгейде пайдаланып жатыр. Енді мен сіздерге ең бір танымал тұжырымдамаларға тоқталып өткім келеді. Олардың бір шығу тарихын, олардың историяларын, олардың бір ерекшеліктерімен бөліскім келеді. Не үшін? Сіз егер де балаңызды сол бір ерте жастан дамыту бағдарламаларына мен өсіретін болсаңыз, таңдау жасай алу қабілеті үшін. Сіз белгілі бір деңгейде саналы түрде түсіну үшін, оның салдары қандай болуы мүмкін, болжамды сценарий қандай. Осы бір мақсатта сіздермен келесі бір тұжырымдамалармен бөлсек. Қай тұжырымдама болмасын, назатты ұғуымыз керек. Олардың бәрі балада табиғи, яғни тірі тәжірибені қалыптастыруға бағытталған. Мәселен мынада біз жалпы адамзат дамыған сайын, өркениет болып, қалаға, урбанизацияға жылжыған сайын, біз табиғи ортамыздан алшақтап бара жатырмыз. Яғни тура солай баланың табиғи дамуы, қалыптасуы да оның жасандылыққа ауысып баратқандығында. Ал бұл бағдарламалардың бәріге дерлік осы бір табиғилықты сақтап қалу үшін, сол тірі тәжірибені беру үшін жасалған, соған бағытталған. Енді идея неде? Мысалға ең кең танылған Монтессориді алайық. Мария Монтессоридің идеясы, мектебі қайдан басталды? Бұл баланың кішкентай кезінен танымдық қабілеттеріне басымдық беру. Оның бағанағы миының спонжик екендігін ескере отырып, оған оқу тәжірибесін жасанды түрде құру мүмкіндігі туралы айтты. Неге? Өйткені ол кезде табиғи жасандылық жоғала бастады. Мысалға, кезінде сол 20 ғасырда ата-аналарына еңбек нарығымен жұмысқа кетіп қалып, бала қараусыз қалып жатты. Оларды latchkey children деп атайды, мойнында кілті бар бала деген сөз. Яғни қараусыз далада жүреді. Бұндай бала беспризорный болып сыртта жүргенше, бұлардың бәрін басын қосу керек, бұлар жинау керек деп, сол кезде сондай бір былай айтқан кезде балабақшаның алғашқы формаларының бірі ретінде ашылған еді. Яғни ситуация қандай еді, ол кездегі ашылған. Қазіргі ситуация қандай, соны ескеруіміз керек. Я ол кезден бері концепциясы қатты өзгере қойған жоқ, бірақ біз білуіміз керек жайттар бар да. Сонымен қатар біз ескеру керек жайттардың бірі Монтессори болсын, немесе жаңа Макаренконың болсын, жалпы осы көптеген педагогтар арнайы балалармен, ерекшелігі бар балалармен, мінезінде ақаулықтар, жаңағы кішкентай кезінен белгілі бір тәрбиенің іргесі қалыптаспаған балалармен жұмыс істегенін де ұмытпауымыз керек. Яғни оларда энергия мүлдем бөлек деңгейде болады. Сонымен қатар мысалы Монтессори туралы не айта аламыз? Монтессори екі затқа қатты басымдық береді. Ол баланың өз бетімен жүруі, яғни өз жылдамдығымен. Бұл жерде тәрбиешісі немесе қараушысы не істейді? Тек бағыттап қана отырады, гайд болады, гид болады. Екінші бір бағыты осы бір ситуацияның бәрін жалпы тұрмысты, алаңды ойын ретінде ұсыну. Мысалы қараңыздар, біз айтамыз, Монтессори барлық балаға керек емес болуы мүмкін. Неге? Өйткені мысалы егер бала үйде дастарханда кез келген затты қолымен ұстап сезінетін болса, яғни мелкая моторика мысалы үйінде мүмкіндік болатын болса, ол дастархан шашқан үшін немесе үстінде киімін кірлеткен үшін ата-анасы ұрыспайтын болса, оның үйінде Монтессори болып отыр. Сәйкесінше оған сыртта белгілі бір деңгейде қосымша Монтессориді ұйымдастырудың қажеттілігі жоқ. Енді идея неде бұл жерде? Жасанды ортадан алшақтаған сайын, мысалы қазір екі баланы салыстыратын болсақ, ауылдың баласы мен қаланың баласын былайша айтқан кезде тынышталдыруға, сабырландыруға көбірек уақыт қажет. Неге? Өйткені оның психикасы әлсіздеу, жүйке жүйесі әлсіздеу. Өйткені қайтадан бағанағыдай табиғи ортада өсіп жатқан жоқ. Сонымен Монтессоридің негізгі идеясы балаға еркіндік беру арқылы өз бетімен үйрену дағдысына негізделіп, ойын ретінде ұйымдастыру. Бұл баланың бойында сенсорлық дейді, қабылдаушылық қабілеттерін дамытуға өте жақсы. Мысалы кішкентай кезінен саусағының ұшымен болсын, иісімен, мұрнымен болсын, түрлі заттарды қабылдап өскен баланың болашақта ақыл тәрбиесіне қатысты ақпаратты қабылдауы, олардың фиксациясы және қайта жаңғырту өте жақсы деңгейде болады. Келесі бір кең тараған тұжырымдамалардың бірі ол Глен Доменнің тұжырымдамасы. Бұл кісі өте үлкен көптеген зерттеулер жүргізген және былай айтқан кезде ең бір күрделі жүйелердің бірі болып табылады. Және бұның күрделілігі бір жағынан артықшылығы және бір жағынан кемшілігі. Осы бір күрделілік үшін де ол көбінесе сыналып жатады. Неге? Өйткені оның жүйесі жұмыс істеу үшін біз оның әрбір нұсқаулығын толыққанды орындауымыз керек. Егер қандай да бір қателік жіберіп қоятын болсақ, толтырмайтын болсақ, онда оның түгел жүйесі жұмыс істемей қалуы мүмкін. Сағаттың механизмі сияқты. Бір шестеренкісін алып тастаңыз, сағат істемей қалатындай. Бұл белгілі бір деңгейде кітаппен бір мінсіз бала тәрбиелеуге жақын деп кетіп жатады. Мәселе неде? Мүмкін дегенше бұл мынандай сияқты ғой. Қарашы, ағаштың өсуі қандай бір өзі бір табиғи өседі. Оның бұтақтарын біз оны басқара алмаймыз. Бірақ біз оның бұтағын басқаратын болсақ, ол табиғи жүйеден жасанды жүйе жасайтын болсақ, мысалы мына ағашы 15 градуспен былай өсу керек, мынау мынанша градуспен бүйтіп өсу керек еді деген сияқты басқаруға тырысу табиғи процесті бұл мүмкіндігінше проблема тудырады. Менің айтқым келіп жатқан мынау да, қарашы, онсыз да әдемі табиғи процесті
жасанды қылудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Бұл бағдарламалар қашан керек болды бізге? Жасанды болып тұрған кезде мүмкіндігінше табиғилыққа жылжу үшін керек болған еді. Біз соны түсінуіміз керек та. Сіздің балаңызға қаншалықты сол табиғилық керек? Қажеттілік сезініп тұрсыз ба? Егер ондай қажеттілік сезінбесеңіз, онда бұл бағдарламалардың қатты бір сізге көмегі тие бермейді. Келесі бір танымал жүйелердің бірі, тұжырымдамалардың бірі, ол Вальдорф жүйесі дейді, немесе Вальдорф мектептері дейді. Бізде Қазақстанда қателеспесем бір-ақ мектеп бар бұндай, ол Батыс Қазақстан облысында. Біз осыдан 1-2 жыл бұрын сол бір мектепте болдық, көрдік, таныстық бағдарламалармен. Бұл идеяның негізгі ерекшелігі оқу бағдарламасы. Әдетте мектепте басшылық оқу бағдарламасы не айтады, солай болады. Сабақ қанша созылатындығы, қай сабақ деген қалай болатындығы, бала қай пәнді оқитындығын бәрін оқу бағдарламасы шешеді. Ал бұл жүйеде басымдық балаға берілген, керісінше, және бала 8-ші сыныпқа дейін ол түрлі оқу бағдарламасын өзін таңдауы мүмкін, өзінің қызығушылығына, өзінің ерекшеліктеріне қарай пәннің көлемі де, оның тереңдігі де өзгере береді. Бұл Вальдорф жүйесінің қазіргі бір ерекшелігі, немесе жұмыс істеуі басқа орта жүйесінің мектебінің бар болуымен ғана жұмыс істеп тұр. Біз оны да түсінуіміз керек. Және мынандай бір қызық факт, мысалға қазіргі инновацияның орталығы Кремний алқабын алатын болсақ, дәл соның ортасында Вальдорф мектебі бар. Ол Вальдорф мектебінің ерекшелігі, сол жердегі бүкіл IT компаниялардың басшыларының көбі балаларын сол мектепке береді. Ал ол мектепте ешқандай гаджет, ешқандай технология жоқ, бәрі қарапайым. Кезінде Совет үкіметінің мектебіндегі сияқты ағашпен, қолмен жұмыс істейді еңбек сабағында. Немесе жаңағы математика сабағында қарапайым тақтамен, бормен қолданады деген сияқты. Яғни бұл да Вальдорф мектебі, өзіңіз көріп тұрғандай, немесе Вальдорф жүйесі баланың бойындағы бір табиғи шығармашылық шабыттарын оятуға, табиғи әлеуетін ашуға бағытталғандығын байқаймыз. Келесі бір танымал тәсілдердің немесе тұжырымдамалардың бірі, ол 3 жасқа дейінгі Масари Ибуконың кітабы немесе әңгімесі. Бұл кісінің негізі жалпы 2 кітап бар деп айтса болады. Ол 3 жасқа дейін жаңағы кеш, немесе 3 жаста ол дәл осы уақыт деген сияқты. Қазақшалаға баламалап аударатын болсақ. Я, бұл өте жақсы бір жазылған кітаптардың бірі. Баланың ерте жастағы алғашқы 1000 күні бойынша көптеген пайдалы ақпарат беріледі, әсіресе 2-ші кітабы. Бірақ бұл жерде бұл кісінің кәсіпкер екендігін ескеруіміз керек. Кейін бар педагог болған кісі. Біз бұның көп айтылған жайттарын критикалық сынсыз қабылдай алмаймыз. Мысалға, баланың кішкентай кезінде миы спонжик дейді, яғни кез келген затты жақсы қабылдайды, яғни біз бұған тіл үйретіп салуымыз керек дейді. Ал бұның, бала тіл үйрене алмайды емес, үйрене алады. Проблема неде? Проблема баланың, мысалға қараңыз, тілдік тұлға деген ұғым бар. Мысалы, біздің психологиялық тұлғамыз болатын болса, меніміз, дейді ғой, соның қалыптасуы. Бұл дұрыс емес қалыптасса, кейін тұлғалық қалыптасуда ақаулықтар болатын сияқты, тілдік тұлғада да ақаулық болатын болса, яғни тура солай оның болашақта өзінің үлкен орын толмас салдары бар. Баланың кішкентай кезінен ана тілінде емес өсіру, оның тура солай тілдік тұлғасының дұрыс емес қалыптасуына алып келеді. Мысалға, бұл жерде айтатын болсақ, баланың жалпы тұлғалығы, мені 3 жасқа шейін қалыптасатын болса, оның тілдік тұлғасы 7-9 жасқа шейін қалыптасады. Шынын соңында олар жалпы, мысалы, тура сол Жапонияның өзінде шет тілін 3-ші сыныптан бастап оқытылады. Біз бұны ескеру керек жайтымыз. Баламыз тіл үйренген жақсы, тіл оның бәсекеге қабілеттілігін арттырады, мүмкін тіпті жалақысын арттырады, бірақ мәселе біз оны қай уақыттан үйретуіміз керек. Яғни біз қазір ақыл тәрбиесі жөнінде бұның ана тіліндегі тілдік қорын байытуымыз керек, яғни сөз саны мен сапасын. Кейін 7-9 жастан бастап оның шет тілге ауы. Қазір өздеріңіз білесіздер, билингвизм деген ұғым бар. Екі тілде болса, оның миының нейрондық жүйесі басқаша болады, күрделі болады. Келсем, бірақ оны мынандай мәселе ғой, 7-9 жастан кейін тіл үйренбей қалса, шет тілін, кейін үйрене алмайды деген сөз емес та. Яғни нейропластисити дейді, яғни нейрондардың, ми жасушаларының икемділігі деген ұғым. Кез келген жаста адамның миы икемді екендігін ғалымдар қазір дәлелдеп берді. Тіпті 80-90 жаста да біз жаңа тілді, жаңа ғылым саласын игере аламыз, меңгере аламыз. Біз қабілеттіміз. Кішкентай кезіміздегідей болмайтын шығар, бірақ идея неде? Біз жалпы назатты түсінуіміз керек та. Сенситивті ұғым деген кезең бар. Біз осы уақытқа шейін оны көтерген болатынбыз. Яғни баланың белгілі бір жасқа дейін алу керек заттары. Мысалға 5 жасқа шейін бала алу керек зат ол махаббат пен қарым-қатынас. Ешқандай басқа бір тіл немесе ақыл тәрбиесі басқасы емес. Оның бәрі табиғи жүреді. Кейін қана мысалға бағана тіл қабылдау керек кезінде, физиканы қабылдау керек кезінде, 3 бұрышты 4 бұрышты үйрену керек кезінде сол заттар өзінің кезеңімен берілу керек. Жалпы нейрондық қалыптасуына қатысты баланың ми жүйесінің қалыптасуы, ми жасушаларының қалыптасуына қатысты мынандай бір қағиданы ұстаңызшы. 3 жасқа дейін әдетте баланың нейрондық жүйесі өте көп болады, және оның нейрондық құрылымы өте кең болады. Бұл бір мынандай кең алаңмен жүгіріп жүрген сияқты. Бірақ өсе келе сол 3 жастан кейін ол тарыла бастайды, бірақ күрделене бастайды. Яғни бала белгілі бір салаға басымдық бере бастайды. Бірақ бұл жерде мысалы Масари Ибуконың артықшылығы ретінде музыканы айтуға болады. Кішкентай кезінен баланың мысалы классикалық музыка тыңдаған немесе өзінің бір этномузыкасын тыңдағандығы оның нейрондық қалыптасуына, болашақта бағана ақыл тәрбиесінің әлеуетінің жоғары болуына септігін тигізетіні сөзсіз. Менің бұл жерде жалпы қорытындылай келе айтқым келетіндігі, біз бұл тұжырымдамалардың, бұл оқу бағдарламаларының не үшін керек екендігін түсінсек, ата-ана ретінде саналы шешім қабылдасақ және оның салдарына ересек адам ретінде дайын болсақ,
ешқандай да бір жүйенің Монтессори болсын, Глендоман болсын, Вальдорф болсын, немесе Масари Ибуканың болсын фанаты болмай, саналы түрде өзіміздің жүйеміздің фанаты болсақ. Бұл жерде Монтессори мен Вальдорфты бәрін бірге араластырып та пайдалануға болады. Яғни сіз өзіңіздің бір жолыңызды қалыптастырсаңыз болады, кезінде Совет үкіметіндегі Зайцевтар немесе Никитиндар сияқты. Бұның ешқандай шектеуі жоқ. Жалпы қорытынды осы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта жүздескенше іске сәт.